Құрметті тыңдарман, танымал атты арнама қош келдіңіз. Арнамда елімізге танымал қарымды қаламгерлеріміздің тәлімі мол туындыларынан өзінді ұсынамын. Кім біз қазақтар? Қандаймыз? Қазақы болмысымыздан не сақталды? Ұзақ жолда нені сақтай алдық, нені жоғалттық? Нені қастерлеп, неден бас тарттық? Бұрынғы заманда жан сақтаудан, ұлт сақтаудан чемпион едік. Рас емес пе? Жазда 40 градус ыстық апшыңды қуырып, қыста 50 градус суық бүрсеңді өтетін ми далада жан бағу екенінің бірінің қолынан келмейді ғой. Жұлып түсіретін долы желше түк өспейді. Банан да, апельсин де жоқ. Құрмамен жаңғақ та. Бұдыр жоқ. Жалаңаш дала. Жоқ, біз гүл емеспіз. Біреулер дала түймедағына бекер теңейді. Қызғалдақта емеспіз. Біз жай ғана жабайы шөппіз. Мынадай жағдайда сол шөп қана өлмейді. Өнеді, тамыр жаяды, өседі. Шөп дақыл біткеннің бәрінен күшті. Күтім керек емес. Баланы көп туатынбыз. Бірі ғана тірі қалатынын білетінбіз. Кейде екеуі де аман қалар. Соларды сақтап қалу үшін нәрестелерге жағымсыз есім беріп, ажалды алдауға тырыстық. Жаман балаға жоламасын деп, жын періні үркітетінбіз. Жан сақтау ережесі отбасы, ағайын туыс, аға, әкеңнің орнын сол басады, құтқарады, көмектеседі. Одан кейін көршің, одан соң ауылың, одан әрі ру. Осы ғана, сондықтан бірлесе күн кештік, басқа жол құрдым. Қысқасы, өмірімізде тірі қалсам деген жан сенбілден басқа тәжірибе болмаған. Сондықтан байлыққа да қызықпадық. 10 шақты қой, ат, киіз үй секілді тіршілікке керек азғантай дүние ғана. Дүние жинау бекершілік, оны қайтесің? Арқалап жүремісің? Сондықтан басты байлық жер болды. Тіпті жерді жараламау үшін етіктің ұшын да қайқайтып тіккен дегенді бір жерден оқып едім. Бұным сөз орай келгенде айтқаным, жай ғана лирикалық шегініс. Тірі қалудың басты формуласы қандай? Көндігу, бейімделу, құбылу, табиғатпен астасып кету. Бізді түркілер деген, көк түрк, аспан түстес, төтемі бөрі. Одан кейін сақ, скиф, массагет, ғұн, печенек, половцы деп кете береді. Тым көп. Атауды айтамын. Түптеп келсек, соның біразы бір тайпа ғана. Басқалар әртүрлі атап жүр. Бәрін тізіп шығу мүмкін емес. Анығы тамыры бір, ата жұрты Алтай. Көп соғыстық. Қытайды да биледік, Балқанға да жеттік. Одан арда өттік, тардай шашылып сол елдерде қалдық. Байырғы тұрғындармен араластық. Бүгінгі мажарлардың бізді қаны бір бауыр тұтуға толық қақысы бар. Заңды. Қазіргі түркілердің де аталары біздің алыс ағайынымыз. Жалпы айтқанда, Европада біздікілер өте көп. Тіпті мемлекетінің шығысында тұрып жатқан қытайлардың да жаттығы жоқ. Осылайша тамырына бір қан аққан ағайындылар әр түкпірде әртүрлі аталып жүрміз. Ежелгі далада ең шыдамдылар қалды, тірлік үшін күресуге. Тарихтың бергі бетінде күтпеген жерден орыс болып шыға келдік. Совет үкіметі қайтты. Өткен ғасырдың 36 жылы ғана қазыналық қағазына бізді қазақ деп жазды. Оған дейін қырғыз деді, қырғыз қайсақ, қайсақ деп кекетті. Әйтеуір өліп талғанда қазақ атандық. Соған қарамастан біз іштей ру мен жүзге бөлінетін едік. Бір халықпыз. Ата-әкелеріміз біріктіруге барын салды.
Олар КСРО құрамында жаңа мемлекеттің іргесін көрді, қалалар салды, жол төседі, темір жол тартты. Амалдауға, түрлі айла тәсілге баруға тура келді. Өмір мектебінің сан-сынынан өткен мінездің көмегі көп дейді. Басқа жол жоқ еді. Еврейлерге шендесе алмаспыз. Десе де өз басымызды сақтар амал баршылық. Коммунист әкелер бұл жерде ешқандай Гегель, ешқандай да Голь, ешқандай Фейербах пен Ницшенің ақылы өте қоймайтынын жақсы білген. Не өтеді? Баяғы аға, сосын мал, аға мен мал, бәрі осы екеуіне тіреледі. Аға ғана арқа сүйерің болып, қолындағысымен бөліседі. Біздің дүние танымымыз ежелден осыған сүйенген. Бүгінде бұл түсінік сәл өзгергендей көрінгенмен, өзегі сол бұрынғы қалпын сақтаған. Әлі де ең зор жетістігіміз Қарабасты аман сақтап қалу болып тұр. Жоғалмадық, жойылмадық. Өзіміз отан дейтін тақыр далада қой құмалағындай шашылып кетпедік. Сол отанның қойнауында қандай құт жатқанын да білмедік қой. Өте бай екенімізді де. Ал білген соң жарайды. Бұған кейін оралайық. Жүрегі ауырады. Одан да әкелер туралы айта берейік. Бізде сары орыстың қадірін қарақтай келгенде білесің деген мақал бар. Салыстырмалы сараптама Ресейдің туын көтеріп тұр. Содан болар мәңгілік достық туралы қасиетті шартқа қол қойып тастадық. Мәңгілік. Осының өзі күмәнді анықтауыш екеніне ешкім бас қатырып жүрген жоқ. Мейлі, өздері білсін. Пирамидаларда әлі күнге жер бетінде қылтиып тұр ғой. Сонымен Ресей тарапы түсінікті дедік. Оларда Туыс, Көне Русь, Мәскеу, Алтын Орда, алым-салық, қыз алысу, бір сөзбен айтқанда Еуразия. Басқа жаққа қарайық. Оңтүстіктегі көршіге қатысты басқа мақал бар. Сарт байыса үй салады, қазақ байыса қатын алады. Өзбек өте жақын, ұқсастық көп. Тілі де, діні де, түрі де ұқсайды. Айырмашылық неде? Менің ойымша психотипте. Өмір деген көзқараста. Өзбектер отырықшы халық. Содан шаруақор болған. Істің көзін біледі. Өзбек бейнеттен көз ашпайды. Ол еңбекқор, жердің тілін тапқан. Өзбек шебер құрылысшы. Самарқан, Бұқара, Хиуа, Ферғана. Олар осы күні де біздің хан сарайында үйлерімізді салып жүр. Ақысы өзіміздің қазақ жұмысшыларынан арзан. Сапа мен саны жағынан осып тұр. Өзбек аспаз. Өзбек жұмысты да істей алады, көңілді де көтереді, ән де салады, би де билейді. Өзбек үшін шаңырақ деген не? Өзбек үшін қиялт жетпес ғарышы да, шағын әлемі де сол шаңырағы. Кеңдеу, биіктеу болған сайын қуана түседі. Өзбек үй салғанда үлкен махаббатпен шаруашылыққа керек қора қопсысын, демалатын жерін түгел есептеп салады. Осы байлығын үлкен дуалмен қоршайды. Өзін осы сұлулықтың жаратушысы, қожасы сезініп, жетілдіре береді. Тапқанын түгелдей үйіне тасиды. Қақпадан шыққаннан кейін өзбекті танымайсың. Көзге ілінбес сұрқай күйге түседі. Мақтанбайды, кеуде ұрмайды, алшаң баспайды. Қайта оқшаланбауға тырысады. Көптің ортасына сіңіп кетеді. Оның өмірге бейімділігінің құпиясы осы. Көптің ішіне тығылады. Махалласы өсіп, өркендеу үшін көптен бөлінбеу керектігін, жоғалтары бар екенін ол жақсы біледі. Ал қазақтың тарихи шаңырағы қандай? Оны қалай түсінеміз? Киіз үй, керемет туынды, тез тігіледі, тез жығылады. Уақытша тұруға арналған. Өйткені біз көшпендіміз, жауынгерміз. Өзгелер біздің бабаларымыздан өлердей қорқып қалтыраған. Өз байлықтарын қорғату үшін жалдаған. Үнемі қозғалыста болдық. Өзбектердей жер жыртқан қол емес. Жерді олардай түсіне алмаймыз.
олар секілді дүние жинауға жоқпыз. Барды еселеу тіпті қиын. Тамшылап жинағанымызды әлі де тойға шаша саламыз. Біз аспанға қарағанбыз, жұлдыз санағанбыз. Шаруадан гөрі романтик, философ дегенге лайықпыз. Көзімізді көктен алмаймыз. Содан рухымыз биік, ойымыз ұлы. Орнымызда отырып ақ самғай береміз. Ар-намыс, өрлік пен ерлік туралы түсінік қалыптасқан. Самурайлардыкіндей өлсем майдан даласында, аттың жалында, жау алдаспанның алдында, ежелгі жаумен елдеспей қиқулап өлейін деген ұстаным пайда болды. Біз ақынбыз. Ақтық майданға аттанар алдында батырларымыз жыр төгілткен, діңіміз берік. Қандай қиындықта да сол діңіміз еңсемізді тік ұстатты. Тірлігіміздің тірегі мал болды. Оған көп күтім керек емес. Оны дала асырайды. Даланы игерудің қажеті жоқ. Өз ақ көктеп өсіп жатыр. Ең зор қазынамыз тұлпар. Қанатың да, досың да сол. Сатпайды. Қай аламанда да аламан алып шығады, құтқарады. Сондықтан қолымыздан келгенше қастерледік. Күмістілер ер салып, ауыздығы алтын жүген тақтық. Жібектен жабу жаптық. Орай келгенде өзімізде зерлі оқалы киінгеннен кетер емеспіз. Қонақты киіміне қарап қарсы алатын әдетіміз бар. Мырза келсе бірден танисың. Сондықтан үй деген бізге өзбектердей маңызды емес. Біздің шаңырақ, біздің ғарыш, біздің әлем, көкке қарап қол созғанымыз. Періштені жолдан тайдыратын алтынға аса құлшынбадық. Адам мына өмірге жалаңаш келіп, жалаңаш кетеді дей саламыз. Сондықтан дәл қазір бар болып, мол болып көріну керек. Бізге осы сәт қымбат, дәл қазір қайран қалдыруға ұмтыламыз. Соның нәтижесі кредитке жасалған тойлар. Бант, орамал, ойыншықтар мен әлем-жәлем етілген қымбат көліктер тізбегі. Киімнің де ең қымбатысын таңдаймыз. Қымбат, жарасымды. Тұтас өмірге емес, үзіндісіне жан саламыз. Мендей болып алыңдар. Әлгі енот пен балпанақтар жайындағы Джулион корольдің архетипі. 50 жылда ел жаңа дейміз ғой. Соңғы уақытта қандай күйге түстік? Менің ойымша аттан түсіп, қылышымызды керегеге ілгеннен кейін біз ебедейсіз еліктеушке айналдық. Өз қолымыздан ештеңе келмегендіктен еліктей береміз. Қай жағынан қарасақ та солай. Аздап өзбекпіз, үймен дуалды айтамын. Бейпіл сөйлеп, аздап орысқа айналдық. Өзімізді жердің кіндігі санап, жалғанды жалпағынан басып аздап америкалық болдық. Арабтардан дін алдық. Бәрін құрметтеймін. Тек солардың ең жақсы қасиетін алдық дегенге келіспеймін. Өзбектен жерге деген ықылас ниетті, орыстан ерік жігер, бірбеткейлікті, америкалықтан оптимизм мен өмір сүруді, немістен тәртіп пен ыждахаттылықты, жапоннан жаңа дүние жасау мен ауызбірлікті, еврейден тез бейімделу мен соны ойлауды алсақ қой. Осының бәрін қабылдап, үйреніп алуға мүмкіндік болды. Өзіміздікін сақтай отырып, жетілсек керемет болар еді. Онда аутсайдер болмас едік. Өз-өзімізге күлмес едік. Бірақ жағдай мүлдем басқаша. Біз өзгенікін үйреніп, сіңірмек түгілі өзіміздікін, өзімізге ғана тән қасиеттерді жоғалттық. Аттан түскенде табанымыз тиген қара жерді қалай игеру керегін үйренбедік. Әр халықтың ең жаман қасиеттерін жинадық. Дәстүрімізді ұмытып, өз үйімізде алауыз болдық. Бірлікке қолымыз жетпеді. Өз дінімізді ұмытып, өзге тілде дұға аяттар жаттадық. Өзіміз тіге алмағандықтан
өзгенің киімін кидік. Көршіміз қашасын жарты қадам қиыс қойса, кеңірдегін жұлып алуға бармыз. Ал сол қашаның арғы жағында бабалар қаны сіңген дала жатқанын қаперден шығардық. Өзімізді жоғалттық. Өтірік айтуды, жала жабуды үйрендік. Ағайынды бір-біріне айдап салып, қырқысқанын қызықтайтын, соған рахаттанатын болдық. Ар-намысты ұмыттық. Себебі көкке көз салғанды қойып кеттік. Көз қарасымыз өзгерді. Жанарымызбен көкте емес, жер шұқимыз, ал бір-бірімізге алара қараймыз. Осыған қарамастан басты байлық жеріміз әлі несібеміз болып келеді. Бар ойлап тапқанымыз оны басқаларға, қолынан іс келетіндерге жалға беріп, өзіміз соларға жалшы болу ғана. Бұрын бай туысымыздың малын бақтық, қазір тек қожайын алмастырдық. Күн үшін қызмет етеміз. Айтпақшы, қазір мал бағудың қажеті жоқ. Ет пен сүт шетелден келіп жатыр. Жат жұрттықтар біз алқалаған таңдауларды сатып алып, бар байлығымызды меншіктеп кетті. Түгін тартсаң майы шығар тұстың бәрі соларға бұйырған. Қайта алу, қайтару әлі кеш емес. Оралуға да болады. Генетикалық жады деген түсінік бар. Бақытымызға орай ол ешқашан өшпейді. Құтқарушы да сол бола алады. Тек бәрін еске түсіру керек. Еске түсіріп, өзімізге қайта сенуіміз керек. Серпіліп, жетілуіміз керек. Тізе ауырған шығар, қашанғы солай тұрамыз. Жарайды, сәл әсірелеп жібердім. Оны елірген ұжымның нашар бір қайнауы іштегі спектаклі десем болатын шығар. Түйсігіміздің түбінде әсірелегіш әдетімізбен әдемілеу айтсам, ұлт жадында мәңгілікке орнығып алған қойылым. Арнамның дамуына қолдау көрсетіп, лүпіл басып, пікір қалдырып, тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Келесі шығарма сіздер үшін.